Баршаға сәлем. 25-30 адамға арнап өте үлкен молочная девочка тортын жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап үйреніп алсаңыздар болады. Барлық затын мөлшерін описанияға да қалдырамын. Ең алдымен жұмыртқамызды алып, құрғақ ыдысқа салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Кейіннен үстіне сгущенный молоко құямыз. Негізі қыздар миксермен араластырудың қажеті жоқ. Мен аз мөлшерде істеген кезде тек қолмен венчикпен араластыра саламын. Қазір көп болғандықтан біріксін деп миксермен араластырып жатырмын. Кейін бөлме температурасында немесе ерітілген сары майды құямыз. Үстінен разрыхлитель және де ұнды саламыз. Ұнды бірден емес, аз-аздан қоса отырып, осындай тесто жасап алатын боламыз. Тестамыз қою емес, қатты сұйық та емес, осындай қалыпта болу керек қыздар. Әркімнің ұны әртүрлі, сондықтан дәл осындай қылып жасаңыздар. Кейіннен арнайы А4 формасын алып, пергамент қағазын астына қоямыз. Пергамент қағаз міндетті түрде сапалы болу керек, өйткені бұл сгущенкасы көп болғандықтан өте көп жабысып қалады қыздар. Поклан немесе фрекенбок алсаңыздар болады қыздар. Міне осыны көріп тұрғандайғы барлық жерін ұшпа-ұш қылып жағып шығатын боламыз. Піскен кезде де осындай әдемі болып шығады. Менде 8-9 корж шықты. Сіздер кішілеу қылып жасасаңыздар да болады, бірақ бұл дәл осының домалақ жасайтын болсаңыздар, дәл осының ортасын жасайсыздар. Барлығын құйып алып, 7-8 минут өте тез пісіріп аласыздар. Енді крем дайындаймыз. Крем үшін бізге творожный сыр мен сахарный пудраны араластырып аламыз. Сахарный пудра мен творожный сырды араластырудың себебі творожный сыр әдемі болып еріп, іртік-іртік болып қалмайды. Кейін сливки құйып, осындай дәрежеге жеткенше араластырып, жақсылап осындай крем дайындап аламыз. Кейін жинай береміз қыздар. Жинағанда да ортасына негізі әртүрлі начинка салуға болады. Жаңағыдай А4-ді әдемілеп құйған болсаңыздар, формасы әдемі болып құйылады, шығады. Менікі көріп тұрғандарыңыздар өте биік әдемі торт болып шықты. Барлығын қаптап болғаннан кейін пропиткаға 5-6 сағатқа холодильникке міндетті түрде жіберу керек. Кейіннен төбесін қаптап оформлениесін жасай бересіз. Мен өте оңай оформление жасадым. Қыздар міндетті түрде жасап көріңіз. Мен балапаныма қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.